Құрметті әріптестер, менің педагогикалық қызметімнің өзегі адал азамат бір тұтас жүйесі. Себебі бүгінгі білім беру тек пәндік білім беру емес, ең алдымен тұлға қалыптастыру. Сабақ барысында ұлттық рухани құндылықтарды негізге аламын. Сергіту сәттерінде мақал-мәтел, нақыл сөздер, ұлттық ойын элементтерін қолданамын. Рефлексия кезеңінде оқушылармен бірге не үйрендім, қандай құндылықты бойыма сіңірдім деген сұрақтар арқылы өз-өзіне баға береді. Бағалау үдерісінде әділдік пен адалдық қағидатын басшылыққа аламын. Топтастыру әдісінде ынтымақтастық пен бірлікке мән беремін. Мен адал азамат бір тұтас тәрбие жүйесі бойынша негізгі 5 әдісті сабақ барысында қолданамын. Бірінші, ұлттық бірегейлікті қалыптастыру. Оқушылардың бойына туған жердегі сүйіспеншілік, ана тіліне құрмет, ұлттық құндылықтарға адалдық сезімін дарыту. Екінші, қоғамға қызмет етуге бағыттау. Сынып ішінде жауапкершілік мәдениетін қалыптастырып, шағын әлеуметтік жобалар арқылы белсенді азаматтық ұстанымға тәрбиелеу. Біздің экологиялық жобамыз қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. Үшінші, экологиялық мәдениетті дамыту. Табиғатты қорғау, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауда адал азаматтың белгісі. Төртінші, буллингсіз орта қалыптастыру, қолдау, қауіпсіз психологиялық ахуал қалыптастыру басты назарда. Бесінші, тәрбие парадигмасын жаңарту. Заманауи әдіс-тәсілдерді ұлттық құндылықтармен ұштастыра отырып, тұлғалық тәрбиені жүзеге асыру. Бұл жоба ұлттық рухты көрсетеді. Қоғамға пайдалы іс жасайды. Мақсатым білімді ғана емес, ұлттық рухы биік, жауапкершілігі жоғары, қоғамға пайдалы азамат тәрбиелеу. Мен үшін адал азамат жай ғана ұғым емес, ол болашақтың іргетасы. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының 6 бағытын күнделікті сабақта пайдалануым туралы айтатын болсам, қазіргі білім беру жүйесінде тәрбиенің орны ерекше. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының негізгі мақсаты білімді ғана емес, адал, жауапты, елжанды тұлға қалыптастыру. Бағдарламаның 6 бағытын күнделікті сабақта тиімді кіріктіру арқылы оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал етуге болады. Отаншылдық және ұлттық құндылықтар. Сабақ барысында ұлттық салт-дәстүрлерді, тарихи тұлғаларды мысалға келтіру, мәтіндер мен тапсырмаларды ұлттық мазмұнда құрастыру оқушылардың елге деген сүйіспеншілігін арттырады. Мысалы, қазақ тілі сабағында мақал-мәтелдер, нақыл сөздер арқылы ұлттық дүниетанымды қалыптастыруға болады. Мәселен, 5-ші сыныптың мектеп бағдарламасында тәуелсіздік және отаншылдық бағытына арналған Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңі бар. Онда оқушыларды елжандылыққа тәрбиелейді. Екінші, бірлік және ынтымақтастық. Бірлік адамдардың ортақ мақсат жолында бірігіп, татулықта өмір сүруі. Ынтымақтастық бір-біріне қолдау көрсетіп бірге әрекет ету. Бұл екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты. Бірлік бар жерде сенім бар, ал ынтымақтастық бар жерде нәтиже бар. Неліктен маңызды? Қоғамда татулық сақталады. Қиындықтарды бірге жеңуге болады. Ортақ мақсатқа тез жетуге көмектеседі. Өзара құрмет қалыптасады. Мысалы, Қазақстан көпұлтты мемлекет. Әртүрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп келеді. Бұл бірлік пен ынтымақтастықтың айқын көрінісі. Дәл осы тақырыпта 5-ші сыныптың бағдарламасында Мұхтар Мағауиннің бір атаның балалары повесін және тапсырмаларда кезетін Жер-үйік фильмі туралы айтуға болады. Осы повест арқылы жазушы барлық ұлт өкілдерін ынтымақтастыққа шақырады. Үшінші, әділдік және жауапкершілік. Әділдік әр адамға тең қарау, шындықты айту және дұрыс шешім қабылдау. Жауапкершілік өз іс-әрекетіне есеп беру, міндетті адал орындау. Әділдіктің маңызы. Сенім қалыптастырады. Адамдар арасындағы сыйластықты арттырады. Дау-жанжалдың алдын алады. Жауапкершіліктің маңызы. Тәртіпке үйретеді. Сенімді тұлға болуға көмектеседі. Мақсатқа жетуге ықпал етеді. Мысалы, Қазақстан Конституциясында барлық азаматтардың заң алдында тең екендігі көрсетілген. Бұл әділдік қағидасының негізі.
Ал әр азаматтың өз міндетін орындауы жауапкершіліктің белгісі. Мақал мәтелдер: әділдік елдің тірегі, жауапкершілік адамдықтың белгісі. Қорытындылай келе, әділдік пен жауапкершілік тұлғаның басты қасиеттері. Әділ адам сенімге ие болады, ал жауапты адам құрметке бөленеді. Әділдік пен жауапкершілік туралы 10-шы сыныптың бағдарламасындағы Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» романын айтуға болады. Негізгі кейіпкер еламан, балықшы, әділетсіздікке қарсы күресуші, өмірдің қиыншылықтарымен бетпе-бет келіп, теңдік үшін күреседі. 30 жас шамасындағы балықшы, әділетсіздікке қарсы күресуші, батыл, қайсар, адал, жауапкершілігі мол. Осы бейнені тану арқылы оқушылар бойына әрқашанда әділетті және жауапкершілігі қасиеті мол тұлға болу керек екенін түсінеді. 4-ші, заң мен тәртіпке. Сабақта сынып ережелерін бірге құрып, оны сақтау мәдениетін қалыптастыру құқықтық тәрбиенің негізі. Топтық жұмыс кезінде жауапкершілік пен әділ бағалау қағидаларын ұстану арқылы оқушылар заңға бағынудың маңызын түсінеді. Мәселен, 9-шы сыныптың бағдарламасындағы Айбатыр Сейтақтың «Азат елдің ар намысы» ата заң атты өлеңі оқушыларды заңды құрметтеу және бұзбауға тәрбиелейді. 5-ші, еңбекқорлық пен кәсіби бағдар. Әр тапсырманы жауапкершілікпен орындауға дағдыландыру, жобалық жұмыстар ұйымдастыру еңбекқорлықты дамытады. Оқушыларға түрлі мамандықтар туралы ақпарат беру, пәннің өмірмен байланысын көрсету, олардың болашаққа деген көзқарасын қалыптастырады. 11-ші сыныптың бағдарламасында Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесі бұған негіз бола алады. Әңгімені оқығанда оқушылар оның еңбекқорлығы мен өз кәсібін меңгерген, өте жомарт, адамгершілігі де мол адам туралы біледі. Осы құндылық арқылы оқушы өзінің бойына еңбекке деген көзқарасын қалыптастырады. Қорытындылай келе, адал азамат бағдарламасының 6 бағыты күнделікті сабақтың ажырамас бөлігіне айналуы тиіс. Әр мұғалім пән мазмұны арқылы тәрбие жұмысын жүйелі жүргізсе, нәтижесінде білімді ғана емес, қоғамға пайдалы адал азамат тәрбиелей аламыз. 6-шы, жасампаздық және жаңашылдық. Жасампаздық жаңа нәрсе жасауға, дамытуға, құруға ұмтылу, жаңашылдықтың идеялар енгізу, өзгеріске ашық болу, заман талабына сай әрекет ету. Жасампаздықтың маңызы қоғамның дамуына ықпал етеді. Шығармашылық қабілетті арттырады. Болашаққа сеніммен қарауға үйретеді. Жаңашылдықтың маңызы заманауи ойлауды қалыптастырады, білім мен технологияны тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Бәсекеге қабілетті болуға жол ашады. Мысалы, Қазақстан тәуелсіздік жылдарында көптеген жаңа бастамалар мен жобаларды жүзеге асырып келеді. Бұл елдің жасампаздық пен жаңашылдыққа ұмтылуының көрінісі. Оқушылар үшін өз идеясын ұсыну, жобалық жұмыстарға қатысу, шығармашылық тапсырмалар орындау. Қорытындылай айтқанда, жасампаздық пен жаңашылдық болашаққа бастар жол, жаңа ойдан қорықпай, үнемі ізденісте болу табыстың кепілі. Осы құндылыққа сәйкес 9-шы сыныптың бағдарламасындағы «Мен роботпын» жинағын айтуға болады. «Мен роботпын» бұл Айзек Азимовтың ғылыми фантастикалық шығармасы, 1950 жылы жарық көрген. Бұл туындыда роботтар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастар және роботтардың мүмкіндіктері мен шектеулері туралы сұрақтар қарастырылады. Азимовтың бұл шығармасы ғылыми фантастика тарихындағы ең маңызды туындылардың бірі болып табылады. Қазір біз сол дәуірге жеттік. Біз ақпарат заманында өмір сүріп жатырмыз. Ғылым техника бізге қызмет етуде. Бұл адам баласының үлкен жетістігі. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі лауазыммен қатар мектепте педагог ұйымдастырушы болып жұмыс істеймін. Өз жұмысымда жас ұлан, жас қыран, өзін-өзі басқару ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс атқарамын. Өмірлік ұстанымым әр істі адал атқару, сабыр сақтай білу және адамдарға құрметпен қарау. Тәлімгерлік көзқарасым тек бағыт беру емес, баланың жан дүниесін түсіну, сенім ұялату және өмірлік жолына дұрыс бағдар көрсету. Аталған ұйымдар аясында оқушылардың көшбасшылық қабілетін дамыту, патриоттық тәрбие беру, жауапкершілік пен белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Алдағы уақытта жас ұлан, жас қыран және өзін-өзі басқару ұйымының жұмысын жандандырып, әрбір оқушының қабілетін ашуға, тұлғалық қалыптасуына және жарқын болашағына бағыттайтын игі істерге үлес қосуды өмірлік ұстанымым және басты мұратым деп білемін.